Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шоуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы лауазымын Қасым-Жомарт Тоқаевқа тапсырды. Қазақстан электронды үкімет жүйесін дамыту бойынша ТМД елдері арасында көшбасшы атанды. Ресейдің Тверь облысы аумағында соғыс жылдары қайтыс болған қазақстандық 3 жауынгердің сүйегі табылды. Нұрсұлтан мен Алматыдан Алакөлге қатынайтын рейстер бекітілді. Бұл жөнінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады. Ресейде заңсыз жүрген Қазақстан Республика азаматтарына үндеу жасалды. Заңсыз жүрген қазақстандықтар 15 маусымға дейін Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігіне хабарласу қажет. Қазақстанда Нью-Йорк фильм академиямен бірлескен жаңа жоғары оқу орны ашылады. Бұл туралы ұлттық музей директоры Арыстанбек Мұхамедиұлы мәлімдеді. 2023 жылы дәрігерлердің орташа жалақысы шамамен 561 мың теңгені, орта медициналық қызметкерлердің жалақысы 210 мың теңгені құрайды. Ақтауда әйел адамды өлтіріп 3 миллион теңгесін ұрлаған қылмыскер ұсталды. Бұл туралы облыстық полиция департаменті хабарлады. Нұрсұлтанда героин сатқан 53 жастағы әйел ұсталды. Қазақстандықтар мамыр айында 13 күн демалады. Елімізде 1-3 мамырдағы мереке күндері 36 градусқа дейін ыстық болады. Әлемнен бірер ақпар. Португалияның солтүстігіндегі Арока қаласының геопаркінде әлемдегі ең ұзын жаяу жүргіншілерге арналған аспалы көпір ашылды. Үндістанның бай бағландары шетелге кетіп жатыр. Бұған елде коронавирус індетінің өршуі себеп. 28 сәуір күні Қырғызстан мен Тәжікстан шекарасында екі ел тұрғындары өзара келіспей қақтығыс басталды. Жағдай шиеленісіп кетті. Салдарынан 13 адам көз жұмды. Спорттан бірер ақпар. Футзалдан Қайрат командасы Чемпиондар лигасының жартылай финалында өнер көрсетеді. Алматылық аяқ доп шеберлері Португалияның Бенфикасын 6-2 есебімен ұтты. Бокстан Сербия турнирі аяқталды. Қазақстандықтар еншісінде 7 медаль бар. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.